Түркістанда мемлекет мұқтаждығы үшін алынып сүрілетін 168 нысанды бұзу жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Күні бүгінге дейін 30 нысан бұзылды. Жалпы 95 азамат мемлекет тарапынан берілетін өтемақымен келісіп, өз үйлерін еріктерімен босатқан. Түркістанда мемлекет мұқтаждығы үшін алынып жатқан жерлердің әр соттығына 515 мың теңгеден қаржы төленуде. Мемлекет мұқтаждығы үшін сырылатын нысандар екінші, яғни рухани мәдени аумақта орналасқан. Мұндағы 98 гектар жерде 168 нысан бұзылады. Мемлекеттің қажеттілігі үшін атқарылып жатқан жұмыстарға жергілікті тұрғындар оң көз қарас танытып отырған айта кеткен жөн. Бұған дейін кейбір келіспеушіліктер орын алғанымен дұрыс жүргізілген түсіндірме жұмыстары нәтижесін беруде. Бүгінге дейін 95 тұрғын келісімін берген болса, соның бірі Ерболат Жорабеков. Ол мемлекет қажет дегесін өзінің баспанасын босатып берген. Ол ісіне өкінбейді. Бізді ақшамызды берді, үйлеріңізді бұзып алыңыздар. Заттарымыз жарайды, рахмет, көңілімізден қонды, Құдайға шүкір. Енді әйтеуір техника жағынан да көмек беріп жатыр. Әйтеуір бір-екі баланы жұмылдырсақ та көмек беріп жатыр. Мемлекет берген өтемақымен келіскендердің тағы бірі Бақдәулет. Ол да өз қаласының гүлденуі үшін үйін сүруге келіскен. Өзінің үйі тұрған жерге келешекте сәулетті ғимарат бой тіктейтін болғандықтан баспанасын қыс ауасында босатып беріпті. Қазір уақытша тұратын жер тауып, сонда көшкен. Келешекте мемлекет берген қаражатқа баспана тұрғызып алатынына сенімді. Отбасымыз қазір үйді үстіндеміз. Бірақ ағайын туыстарының үйінде жаңағыдай заттарымыз қойып жерде тұрып жатырық. Бәрін мемлекет барлығын неғып жатыр, қамтамасыз етіп, ұйымдастырып жатыр, бәрін қамтамасыз етіп. Жалпы мемлекет меншігіне қайтарылатын 168 нысан үшін үкімет 2 миллиард 25 миллион 545 мың теңге қаржы бөліп отыр. Айта кетейік, рухани мәдени орталық аймағына 8 нысан түседі. Олар Ұлы Дала елі орталығы, амфитеатр, сауда орталығы, шығыс моншасы, субұрқақтар алаңы, Қожа Ахмет Яссауи мұражайы мен орталығы және түркі халықтарының ғылыми кітапханасы. Бүгінге дейін бірнеше нысан түсетін орын анықталып, құжаттары құрылыс жүргізетін мекемеге тапсырылған. Түркістан қаласынан Айзада Бидан, Мақсұт Атжанов, Рулан Рүстемов, Нұржігіт Барпеев, Туран Ньюс.